Жапанға қонса бүркіт алып жемін, мақтанып жол бермейді сөйлеп еркін. Семірген ертегінің есегіндей, өзінің ұмытар өткен күнін. Есектің қалай десең жайы мынау, бір адам жүреді екен еті бұлау. Дамылсыз ертелі кеш мінгеннен соң, әбден ақ жал кетіп болған бұрау. Үстіне жүк артқан соң мініп ауыр, арқасы неше жерден болған жауыр. Бір күні есек жылап нала қылды, Құдайдан бір жал тілеп өкпе бауыр. Сүйегім тірлікте ағармай ма, құтылар бұл михнаттан амал қайда. Құдая бір бос жүрсем арманым жоқ, мінілмей бір-екі айын бағар жайда. Біреуге кез келтірдің жапанда қу, қоңыма мінуменен жүгіртпе су. Құдая, арып кеттім не қылайын, жегенім желім болып, ішкенім у. Жүк артып талай болды тасығалы, арқамда шамам келмейді қасығалы. Арқамнан жақындады не қылайын, жауырым етке түсіп сасығалы. Құданың құдіреті бар неше күшті, салады пендесіне әр түрлі істі. Есектің мұнажаты қабыл болып, сол күні иесіне бір ой түсті. Жауыр боп жай кетті бұлғарымның, мінгенде болдырмайтын тұлпарымның. Қолыма осы есегім түскеннен соң, еш жері жыртылған жоқ ұлтанымның. Мұны енді мен бір жөндеп оңалтайын, сүйегін бір семіртіп ағартайын. Өң алып арқа басы тәуір болса, жүгімді аман болса тағартайын. Қулықпен пайдасы жоқ болған күштің, араммен тоқтығы жоқ қылған істің. Жолбарыстың жапты бұған терлерін, қойыпты айнытпастан реңдерін. Тырнақтай ашық жерін сау қоймастан, ұқсатты жолбарысқа көрінерін. Басына бас, көзіне көз қылыпты, қолға қол, аяққа аяқ кез қылыпты. Қатасыз осы есекті көрген жанға, Құдайым жолбарыс деп сездіріпті. Қылғаны бұл қулықты күндіз еді, айқылап кеш болғанда жүргізеді. Білдірмей есегіне шеткі баудың ішіне түнді апарып кіргізеді. Егесі азан менен барды баудың, сырынан қабары жоқ сыртқы жаудың. Бағында шубар нәрсе көрінгенсін, амалын таба алмады жақындаудың. Бағыма келіпті деп түнде шері, қорққаннан безік кетті егелері. Ақылсыз ертелі кеш оттай берді, бақ болып сол есекке шубар тері. Бұл бақтан айуан келіп адам қашты, құлан мен есек барып жақындасты. Жиғансын бір күні есін есек, барды да бір құланмен жақындасты. Бір түрі бол екеуі бір жүреді, ойраңғып бақтың ішін бүлдіреді. Ол есек есін жиып қоңданған соң, бір күні ақымақтығын білдіреді. Мойнына көтір алмай біткен жалды, бұрынғы мұтады өткен халды. Өзіне ақырмағын мақұл көріп, досына келіп құланға ақыл салды. Есімнен бұрын арып жаңылыппын, ақырмай сол себептен аңырыппын. Байқасам осы күнде өз бойымды дертімнен арықтықтың арылыппын. Өзім бек болып жүрмін, өзім бір хан, жоқ шығар сірә мендей жетіскен жан. Қарап тұр, құлан досым бұл қызыққа, салайын мен бір айтуға түзетіп ән. Қарап тұр құлақ салып құлан досым,
Келіп жүр осы күнде көңіл қошым, әйтеуір не қылсам да ақырамын, саламын саған ақыл, қалай осым? Есекке құлан айтты, артыңды қыс, басыңа болып жүрер бір қиын іс. Даусыңнан есектігін мағлұмданып, бір қатты болып жүрме пәлеге түс. Шері деп аталған аң ақырған ба, жақсы деп ақырғаным қапыл қалма. Дегенге ақырамын ақмақ досым, бәлені айғай салып шақырған ба? Себебі семіргенің шері шығар, үстінде семіргенің тері шығар. Даусыңнан есектігің мағлұмданса, сенен талайтығын бұрып шығар. Есекке құлан айтты, аузыңды ашпа, бір бәле ақырғаның болар басқа. Сырыңды аңдып жүрген білсін халық, жүрмесін батыр тиіп басың тасқа. Қал жақты, есек айтты, қояр мысың? Болмасын меніменен ешбір ісің. Сенің де шамаң жетпес сертім